Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Мен настроение тема болып тұр. Короче, Instagram қайтарды ғой. Қанша уақыт өтті өзі? Білмеймін, 2 апта болды ма, болмады ма? Негізі мен 1-2 күн, 3 күн настроение болмай жүрген. Сонымен, ладно, қайыр болсын деп қоя сағам, негізі кетсін деп ше. Сонымен бүгін қарасам, ашылыпты. Бұл кезде жұмыс істеп жатқан мән бермеген мен. Сөйтіп қарасам, ашылыпты. Мәз болып қалдым, қуанып қалдым. Енді не болса да, любой нәрсеге бір настроение түсірмеу керек, қайыр деп қою керек, сол кезде жақсы нәрсе болады екен. Сіздерге соны айтайын. Сол күнделікті сол жұмыстан шығып 2 болып отыр сағат. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Мен ары қарай балдармен жолға кеттім. Галан тамағы келді уже, бургер заказ береді, как всегда. Мен уже бұны жеп дәмін көрдім. Маған ұнайды осы жердің бургері, өте жақсы. Адрес Төле би 274 тоққа осы жерге келсеңіздер болады. Атмосферасы тамақтан дәмді. Так что Instagram парақшасын қалдырамыз. Жазып тапсырыс берсеңіздер болады. Кстати, тапсырыс 24-7 доставка істейді мұнда. Еще тегін. Мен сырный рамен бердім. Қазір рамен ас болсын. Менің қолым енді босап жатыр ғой. Өзіңіз жайлы 3 факт айта кетсеңіз депті. Өзім жайлы 3 факт айта кетсем, мен вспыльчивый адаммын, тез ашуланамын, бірақ тез басыламын. Екінші қасиетім ол ақкөңілділігім шығар. Мен кәдімгідей ақкөңілмін, даже сол ақкөңілділігімнен негізі всегда таяқ жеп қалатын адаммын да. Даже мамаларға шейін айтады, ақкөңілділігіңді кішкене бассайшы деген сияқты. Үшінші мен не бар менде өзі? Өзім жайлы 3 факт. Общительный мен. Жаман жағынан емес, әр адаммен тез тіл табысып кете аламын. Сондай адаммын. Негізі көп, бірақ қазір есіме түспей отыр ше көбісі. Осылар пока. Осындай қатты ақылды адамдар мен шаршатады бар ғой. Болмаса, сендер келіңдерді менің настройкамды түзеп берсеңдер, осы жасыма шейін істеген нәрсенің барлығын дұрыстап істеп беріңдер. Сендердің айтқандарың бойынша жүрейін. Сол кезде сендерге жағатын шығарым. Былай жазыпты да, кеше де біреу. Мерей депті. Сен ұзын кисең, сен әлі жассың, неге ұзын киесің деген сияқты жазғанда. И соның алдында сол кісі қысқа кигенімен жазып жүрген. Неге сонша қысқа киіп алғансың деген сияқты. Мен сол комментариядан кейін кәдімгідей күлкім келді. Негізі адамдарға никак жақпайды екенсің деген сияқты. Мен өзім білемін, мен билеймін ба, мен не айтам, мен қалай жүрем, бұл менің өмірім. Ертеңгі күні деп бұл өзімнің істеген заттарыма мен өзім жауап беремін. Сендерден Құдай сендерден алмайды жауаптың барлығын, өзімнен алады. Сол себептен мен не істеп жүргенімді өзім білемін. Билеп жүрсем де, ашық кисем де, мен басқалар сияқты біреудің астында жатқан адам емеспін да. Сол себептен бұндайларыңды қойсаңдар.